қазақ жазуының тарихы бұл былайша айтқан кезде әлмисақтан келе жатқан жазу. Бұл әлемдегі ең көне жазулардың жаңағы тарихымен байланысты. Өйткені қазақ жазуы деген кезде біз мынау қазақтардың арғы ата бабалары прото қазақтар дейміз ғой енді. Прото қазақтар. Прото қазақ деген кезде бүкіл түркі тілдес халықтардың барлығы сол жаңа айтқалы отырған түрік дәуірімен байланысады. Яғни біздің сонау жазуымыз түрік жазуы. Жаңа әлмисақта деп отырмын ғой. Ал енді осы түрік жазуы деп отырғанымыздың өзінің арғы жағында мынау ғұндар мен сақтардың жазуы деген мәселе ғылымда көп аз айтылып жүр. Көп жаңағы қозғалмай жүрген мәселелердің бірі. Себебі енді қалай енді түріктер тарих аренасына мынау 6-7 ғасырларда, 8 ғасырларда әлемді дүркіретіп түрік қағанатын құрды. Одан батыс және шығыс түрік қағанаты болып бөлінді. Оның орнында көптеген жаңағы бірлестіктер болды. Оғыз Қыпшақ, мынау Қарлұқтар, түргештер дейміз. Толып жатқан жаңағы мемлекеттік бірлестіктер, қоғамдар болды, қауымдар болды енді. Сол кезеңдерде енді бұлардың алдында сансыз ескерткіштер, жазба ескерткіштер, Орхон Енесей, Шу Талас бойындағы жазулар, сына жазуларын айтып отырмын мен, руналы жазуларды. Ал енді осының бәрі 1-2 ғасырдың ішінде пайда болмайды ғой әрине. Осыған бәрі бажайлап көз тіктесіміз оның арғы тамыры анау ғұндардың дәуірі. Ғұн жазуы деген кезде мысалы енді көптеген версиялар бар ғой. Мына көптеген шетел ғалымдары, анау Бартольдтар, Марландар, кейінгі түркологтардың ішінде Қаржаубай, Сартқожаұлында айтуға болады. Бұл кісінің енді көп үңіле зерттеп осыған біраз мән беріп жүрді. Енді ғұн жазуы деген кезде ғұн дәуірінен әрине көп мынау жазба ескерткіштер қалған жоқ. Бірақ кейбір мынау күмістен, алтыннан жасалған зергерлік бұйымдарда, тастарда осы ғұн дәуірінен хабар беретін мынау медальон дейді. Медальондар сақталған ғой. Солардың барлығы сына жазуымен, яғни логикалық тұрғыда түркі жазуының ар жағында ғұн жазуы жатыр. Мынау кезінде Есік өңірінен 74 жылы табылған, өздеріңіз білесіздер, археолог Ақышев тапты ғой. Соны кейін кезінде енді Алтай Аманжоловтар оқыды, Ақын Жановтар оқыды бұл жазудың сырын. Яғни бұл сақ дәуірінен хабар беретін жазулар. Бұның барлығының принциптері бір сол сына жазулары. Ал енді ғұндардың мынау солтүстік ғұн дейміз. Мынау кезінде солтүстік ғұн одағындағы ру тайпалар Европаға, Дунайға дейін кетіп, мынау Эльцебург дейді ғой, мынау жаңағы кімді Эцелбург дейді, Атилланың атын европалықтар Эцел дейді, Атилла дейді, біз Еділ патша деп жүрміз ғой. Сол мынау қазіргі Паннония Рим империясының, Венгрияның территориясында үлкен астанасы болған Эцелбург, Атилланың қаласы болған. Сол жерде ғұндар апарған прото түркілер, прото қазақтар дейікші. Осылар апарған жазуларды Европада герман жазуы, руна жазуы деп жүрді. Көріңіздер ме? Кейінірек түркология қатты дамыған кезде Европада. Радловтар, Томсондар шыққан кезде бұл әлемге ақиқат, түркі жазуының ақиқат ашылған кезде бұл Европаға апарған біздің бабаларымыз, прото-түріктер, прото-қазақтар, яғни ғұндардың апарған жазуы. Кейін Европада осындай жазулар жабайы герман тайпаларының арасында болған екен. Соның арғы тамыры біздің бабаларымыздың осы жазуымен байланысты. Бұл көне арамей дейсіздер ме? Семит, хамит халықтарда тән жазулар болды. Ежелгі грек, латын дейміз, сонымен ғұмырлас, өзектес пайда болған әлемдегі ең алғашқы жазу жүйелерінің бірі. Ал енді мынау түркі дәуіріндегі жазуларымыз, бұл кезінде 18 ғасырда өздеріңіз білесіздер, 19 ғасырлардың басында мынау Ремез, Вицин дейді, Сібірді айдауда болған швед офицері Стралденберг деген бар. Одан қала берді мынау Мессершмитт деген немістің ғалымы. Көп осы Европаға осындай орталық Азиядағы, кәдімгі орталық Азияда біздің түркі тайпалар мекен еткен, түркі моңғол тайпалар мекен еткен өңірден осындай әлемде бір жаңалық болатындай
хабарларды жеткізіп жатты. Одан кейін Ядринцев басқарған, білесіздер, Шоқанның досы болған, шәкірті болған атақты Ядринцев 1889 жылы осы мынау Орхон бойына үлкен экспедиция жасады. Одан кейін 1891 жылдары Гейкел бастаған Фин академиясы, оларда болды, осы өңірлерде. Орхон Селенгі бойларында болды, Оңгин бойында болды деген сияқты. Мына жаңағы орталық Азиядағы үш жерлерде үлкен ескерткіштер табылды да, ақыры сол 1889 жылы жаңа айтып отырған Ядринцевтің тапқан екі үлкен ескерткіші әлемде үлкен жаңалық болды. Сөйтсек, бұны 1893 жылы 25 қарашада өздеріңіз білесіздер, Дания ғылым академиясының мәжіліс залында Копенгаген университетінің салыстырмалы тілдер кафедрасы ғой деймін, соның профессоры Вильгельм Томсен алғашқы рет денсация жасады. Түркі жазуының кілтін ашты. Сондағы алғашқы оқыған жазуы Тәңірі түркі деген сөздер екен. Мына қараңыз, ғажап. Яғни түрік халқының болмысын білдіретін Тәңірі дейді, сосын түркі деген сөздерді алғаш тапқан екен. Ал енді сол кезеңдерде өз бетімен 15-ге жуық әріп өз бетімен Томсенсіз байланыссыз жасаған ол орыс ғалымы Радлов та осы. Кейінірек олар осы жазулардың бәрін оқып шықты. Одан кейін Оңгин бойынан екінші жазу табылды. Оны ағайынды Клеменстер деген ғалымдар болды, оны білесіздер. Бұл тоны көкке арналған жазу екен. Селенге бойынан. Оңгин Селенге бойынан табылған. Міне осыдан келді де ақыры ғылымда бұл түркі жазуларына түркілерге қатыссыз фин, герман, тіпті Орал бойының халықтарының жазуы деген әртүрлі евроцентрист көзқарастар болды ғой. Бірақ осылардың бәрінің аузына құм құйған осы Томсон мен Радловтың жаңалығы болды. Міне осында біздің бабаларымыз түркі жазуымен келді де, енді өздеріңіз білесіздер, ислам келгеннен кейін 9 ғасырда, 8 ғасырда Орта Азияға, Мауреннахр жеріне, қазақ жеріне ақырлап келгеннен кейін, біз ислам дінін өткеннен кейін біздің жазуымыз әрине логикалық тұрда жаңағы араб жазуына көшті. Бұл енді қадым жазу деп аталады. Бабаларымыз мыңдаған жылдар бойы. Бұның араб әрпінің сәл-пәл өзгешелігі бар. Ол алғашқы азаматтық жазуымыз. Ахмет Ахан Байтұрсынов қолданбас бұрын осы жазуды біз қолдандық та, кейін Каспринскийлер үлкен реформа жасады араб жазуына. Соның әсерімен усулу жадид жүйесінде Ахан Ахмет Байтұрсынов қазақтың алғашқы азаматтық, алғашқы емес енді, бірінші қадымнан кейін жадид деген үлгідегі қазақтар арасында төте жазу деп кеткен. Осы біз қазір Қытайдағы бауырларымыз, қандастарымыз қолданып отырған өте бір сондай бір керемет жазу жүйесі болған. Аханның тапқан. Мысалы біз енді қазір осы араб жазуынан кейін 1929 жылы латынға өттік, одан кейін 40 жылы кириллге өттік 40 жылы. Осы жазулардың барлығында Ахан салған осы лингвистикалық, фонетикалық принцип сақталғанда бұны Аханның әліпбиі дейміз. Сонда әліпбиді жасаған, қазақ әліпбиін жасаған. Әліпби ауысқан жоқ, таңба ғана ауысып отыр. Таңба ауысып отыр. Біз латын таңбасына ауыстық, кирилл таңбасына ауыстық. Ал осының барын жасаған кісі ол Ахан. Сондықтан Аханды бұл үлкен, мынау қазақ жазуының үлкен бір қалайша айтсам, төңкеріс жасаған жазу жүйесін, әліпбиін түзеген адам Ахан. Біз енді кейде шатастырып айтамыз, ол Ахан жазған әліпбиді тағы ауыстырдық деп. Бұл әліпби ауысқан жоқ, әліпби сол принциппен қалған. Ендігі айтайық дегеніміз, міне осы жазулардың сырына қарап отыратын болсақ, кейін біз кирилл жазуына ауыстық 40 жылы, 57 жылы өздеріңіз білесіздер. Мынандай бір принциптер болды. Біздің қазір қазақ тілінің анау жазуының бір өзінің табиғи қалпынан ажырауына, дауысталуды, орфография, орфоэпиядағы үлкен бір біздің жіберіп алған олқылықтарымыз, тілдің өзінің аутенттілігі деген болады, табиғи дыбысталу деген болады. Осы табиғи дыбысталу неге ажырап кеттік біз? Ол сол кезеңдердегі империяшыл саясаттың кесірінен империяшыл данышпандар, идеологтар осы біздің тілдік жүйемізге араласып, олар былай дейтін болды. Яғни қазақ тіліне кірген барлық шетел сөздері орыс тілінде қалай айтылса, жазылса, солай жазылу керек деген принцип. Бұл не істеді? Бұл ақыры келді де, бұл көзге көрінбейтін процесс. Біздің қазір қазақ мектептерінде оқып жүрген балаларымыз, өздерімізді оқыдық қой, қарап отыратын болсақ, бір түрлі акцент бар. Ол акцент қайдан болған? Ол әрине мынау жаңа сингарменизм заңдылығының сәл-пәл бұзылуы, жіңішкелік, жаңа қатаң дыбыстардың орыс тіліндегі 42 әріп соның барлығының біздің кіріп кетуі, осының бәрі келді де біздің мынау дыбысталуымызға, мынау жаңағы фоно жүйемізге, гортан дейді орыстар, тамағымыз осының бәрі әсер етті. Мелодикасы,
эфониясы дейді. Мынау жаңағы дыбысталу, эфония, мелодика деп жатқан нәрселердің барлығы біздің мына осы жазуға байланысты тікелей. Көрдіңіздер ме? Бұл рухани отарлаудың үлкен бір жарқын көрінісі осы әліпби арқылы біздің түбімізге жету керек болды. Яғни қазақтың сөзінің ырғағы, нәші, жаңағы бояуы жоғала бастады. Ән текстері болсын, басқасы. Міне қазір енді біздің бір нелеріміз бар, кирилл жазуында қала берейік. Әрине, кирилл жазуында көптеген шығармалар жазылды. Оған біз енді қарсылығымыз жоқ. Бірақ кирилл жазуында кезінде біз реформа жасамадық. Осы реформа жасамағанның кесірінен келдік та, біз тікелей орыс, тіпті кейбір қазақ тілін үйрене бастағанда 90-шы жылдарда өзі байқадыңыздар, көп сөздер өзі бірдей екен ғой деген. Ол бірдей емес, көріңіз, өзіміз әдейі бірдей қылып жүрген. Көріңіздер, тезірек анау Хрущев көкелеріңіздің коммунизм орыс тілін қатты меңгерген сайын коммунизмге тезірек жетеміз деген жаңағы тезистің арқасы ғой бұл. Міне соған тезірек жақындайық деп. Өз тіліміздің бояуын өзіміз бұзып, осындай сөздерді аудармасыз кіргізіп жүрдік. Кешегі кеткен олқылықтарымыз. Ал енді біздің бабаларымыздың тарихында біз көптеген жазуларды пайдаландық қой. Жаңа араб жазуын айтып отырмыз, иә. Мынау кезінде Памирде арша жазу деген де болған біздің. Көне түркілік принциппен Мұхаммед Захира деген бабырлардың кейбір еңбектерінде бар. Арша жазу деген бір таңбалар бар. Одан қала берді біз манихей жазуын пайдаландық. Мынау Хазар мемлекетінде түркі қағанаты болған кезде, өздеріңіз білесіздер, біз иврит алфавитін семит қамиттен бөлектеу, жаңағы ивриттердің еврей әліпбиінде пайдаландық біздің бабаларымыз. Ал енді бір қызық жағдай, мынау Мазендаран дейміз ба, Данахикардың сөздігі деген бар. Бұл бізге жеткен 16-17 ғасырлардың әдеби ескерткіші. Бұл Каменск-Подольск жерінде, батыс Украинада, сосын Львовта тұрған армия қыпшақ жазу. Данахикар сөздігі дейді. Бұны қазақ ғалымдары үшін Құдасов зерттеді, мынау қазақстандық үлкен түрколог Гарковец зерттеді. Бұнда қарап отыратын болсақ, армияның, анау христиан дінінің армиян Григориан бұтағын алған түркілер қыпшақтар. Осы мынау жаңағы Львовта көптеген мемлекеттік сот істерін бәрін осы қыпшақ тілінде жазған. Оны армян қыпшақ жазу дейді. Армян таңбасын алған, өйткені діні болған, бір болғаннан кейін. Бұл жазудың енді тілін қараған кезде Гарковец болсын, тағы да басқа ғалымдар бұл қазір қазақ тіліне өте жақын. Қыпшақ тілі, орта ғасырлық қыпшақ тілі. Бұл жазудың көбіне мен қазір мынандай талас болып жатыр ғой. Сіздер білесіздер, армяндар оңтүстік Кавказдағы жерлердің албан дейді, ежелгі христиан, православия, анау жаңағы тат дейді, парсы тілінде сөйлейтін халықтар, скифтер, сақтар, жаңа айтып отырған, қыпшақтар, осы жаңа айтып отырған, Данахикар, Мазендаран жазуын жазған, осылардың бәрін иеленіп отыр. Көрдіңіз ба, арменизация жасап, барлығы енді саясаттар жасап отыр. Сонда қарап отыратын болсақ, біздің бабаларымыз осы армян жазу таңбасында пайдаланған. Енді біздің қазіргі мәселеміз латын жазу болып отыр, иә? Латын жазу. Осы латын жазуына елбасымыз, одан кейінгі қазір Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев та қол қойып, жаңағы осы дайындық шаралар өтіп жатыр. Қоғамымыз латын жазуын өтпекші. Біз бұрын латын жазу біздің немізге, тарихымызға жат па дейтін болсақ, әрине латын таңбамен, жаңағы латын әрпімен біздің анау орта ғасырлық қыпшақ кодекс гуманикс жазылған екен, латын таңбасымен. Сонда көптеген аңыздар, ертегілер, мысалдар, кәдімгі орта ғасырлық қыпшақ прото қазақ тілінде жазылған латын жазуымен. Сондықтан латын жазу бізге таңсық емес, ол тарихты өтіп кеткенбіз біз. Сондықтан бабаларымыз көптеген жазуларды алған. Міне енді бүгінгі таңда біздің мынау тіл білімінің ғалымдары, Қайдаров бастаған ғалымдар біраз нелер жобалар ұсынды ғой. Бұл жобалар әрине құптаймыз. Әлі де қызу пікірлер бар, ұстаздардың арасында, қоғамның арасында. Бұл енді біз неге кирилл жазумен кете бермейміз деген әңгіме, онымен де кете беруге болушы реформа жасап. Бірақ мынау басы түрк ағайындар, Анатолия түріктері, Түркия дейміз ба, анау Мұстафа Кемал Ататүріктен бастап, оған біраз жылдар болып кетті, жүздеген жылдар болып қалды. 100 жыл болып қалды ғой, бір ғасыр болып қалды. Иә. Одан кейін Әзірбайжан бауырлар көшті да, көптеген түркі республикалары, елдері латын жазуына көшіп кетті да, біз кириллмен қалғанымыз түркі қауымдастығынан сырт қалғанымыз. Сосын әлемде 80% мынау елдер латын жазуын пайдаланады, таңбасын. Бұл бір факторлар. Әйтпесе біз мынау кирилл мен латын таңбасы соншалықты алыс емес қой.
Кирилл мен Мефодийдің сол анау неден алып шыққаны грек Грек. алфавитінен, сосын латында бар ар жағында. Өзі грек алфавиті көне дүниеде латынға ауысқан. Одан Кирилл мен Мефодийдің тапқаны, бұлар бір-бірінен алыс емес, былай қарасаңыз. Дегенмен де біз осындай саяси, мәдени факторларды еске алуымыз керек, және Ресей сияқты елдің саяси дей ма, рухани ықпалы деген факторлар да бар. Ол көп айта берсем. Одан да құтылу үшін әйтпесе біз өзіміздің өткен дүниелерімізді мансұқ етіп қоқысқа тастау мақсатында емес. Осыған бір прагматикалық көзқарастар, ғылыми көзқарастар керек. Бұған саяси желбуаз сөздердің керек жоқ деп есептеймін. Оған үлкен бір лингвистикалық тұрғыда жаңа айтып отқан ахаңдардың принциптерін еске алып, қазақ тілінің төл дыбысына қайта оралып, соны жаңа кәдімгідей айтуға ыңғайлы моменттер дейміз бе, мезеттерін, кезеңдерін, белгілерін орнықтыруымыз керек қазіргі латын таңбасында. Бұнда көптеген жаңағы ағылшын тілінде қалай айтылды деген сияқты ол принципке көшпеуіміз керек. Біз анау дифграф дейміз ғой, ол мәселе бізге келмейді. Біз бір әріп, бір дауыс, бір дыбыс деген принциптеріміз бар, содан ажырамауымыз керек. Өйткені біздің басымызға күн туып бізде дыбыс жетеді ғой. Ол енді ағылшын тілінің өзінің тарихи несі бар, дәстүрі тарихи грамматикалық. Себебі екі-үш дауыстың айтылып кетуі ол өздерінің ағылшын тілінің лингвистикасына қатысты. Қазақ лингвистикасына қатысты емес. Біз енді компьютер деген ыңғайына көне беруге болмайды ғой. Сондықтан міне ендігі мақсат, мен латын тіліне көшейік деген мәселені айтқан кезде не мәселені айтқым келіп тұр. Біз осының бәрін алды-артымызды жаңағы екшеп, жеті рет өлшеп бір рет кесу керек дей ме, әбден ойластырып барып, ғылыми тұрғыда, объективті тұрғыда, саяси емес, бұған бір кәдімгі қалың қоғамның, қазақ қауымының, басқа да мынау Қазақстанда мекендеп отырған халықтар да ертең бұны қолданады ғой. Қазақ тілін жазған кезде, пайдаланған кезде ол тек қазаққа ғана қатысты деп есептеуге болмайды. Сондықтан мысалы қазақ ата-аналар орыс мектептеріне барып жатыр деген әңгіме күлкілі. Өйткені олар да қазақ тілі оқымайды. Ертең қазақ тілі күшейеді, ол мектептерге де бар. Соны бәрібір қашып құтыла алмайсың ғой. Сондықтан мен ойлаймын, осы латын таңбасына, графикасына көшкен кездерде біз көптеген мәселелерді ескеруіміз керек. Мынау Әзірбайжандарда деген, деген дыбыстар әлі де бұрынғы таңбадан алынған. Өйткені мынау өлеріңіз бұл Кириллден келмеген. Өздеріңіз білесіздер. Бұл әлемдік әліпби деген бар. Ғой әлемдік жаңа грамматикалық әліпби деген болады. Соның ішінде бұл таңбалар бар. Сондықтан біз одан қашпауымыз керек. Әден қашпауымыз керек. Ол бұрыннан үйреншікті болған, өден қашпауымыз керек деген сияқты. Ыңды жазған кезде ойластыру керек. Уды жазғанда ойластыратын нелер бар. Кейде біз былай кетеміз. Ағылшын дейміз де, ағылшын жазылатын удан қашамыз. Өзіміз жаңа ағылшында отырып, одан қашу болмайды ғой. Университет деген келеді мысалы. Сондықтан бұл жерде ғалымдарды, зиялы қауымды, ұстаздар қауымы дейміз ба, жай жалпақ қауымды бәрін әртүрлі деңгейде араластырып, бұның бір бөгешегесін, қалай дейміз, бөгешегесіне жетіп, бұл мәселені тезірек біз қолға алуымыз, соза берген дұрыс емес. Соза берген дұрыс емес. Біз көзімізді үйреніп, мынау қазір енді жазып қойып жатырмыз, ол да дұрыс емес. Әбден бекітілгеннен кейін подготовительный дейді ғой, даярлық кезеңі болу керек. Бекітілгеннен кейін барып. Сондан біз әйтпесе қазір үйреніп ана әріптерді алып тастасақ, ол тағы дұрыс болмайды ғой. Сондықтан бұл асығыс үсігіс мәселе емес, ол байыпты шаруа болу керек, салмақты, тиянақты шаруа болу керек. Біз әйтпесе жаңа айтып кеттім ғой, қазақ жазуы, түркі жазуы деген кезде өздеріңіз көріп отырсыздар, қаншама біз тарихты астан кешкенбіз. Қаншама жағынан біз осындай үлкен азаматтық халықтық тарихымызда жазудың ең көнесі бізде болған. Енді бүгінде міне бұл Европа қауымы дейміз бе, әлемдік қауым сол жазып отырған жазуға біз көшкеніміз дұрыс сияқты.